Саламатсыңдар ма балалар? Сауат ашу негіздері сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы балмұздақ е дыбысымен әрпі. Ендеше балалар, сабағымызды бастамас бұрын бейнероликке назар аударайық. Әрпі. Әрпі. Этюдник. Этюдник. Экскаватор. Экскаватор. Элеватор. Элеватор. Экран. Экран. Күндей жарық құлыным, балдан тәттау қызығым, жағадағы құндызым, маңдайдағы жұлдызым. Балалар, енді бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Өлеңді қайталап жатқайық. Таңдайыма тәттақ, өзі қардай әппақ, мұзда балда өзінде, бұл атақты балмұздақ. Бұл атақты эскимо балмұздағы. Эскимо сөзіне дыбыстық талдау жаса. Жіңішке дауысты дыбыс. Қызыл дөңгелекпен белгілейміз. Екінші тапсырма. Сөздерге дыбыстық талдау жаса. Дыбысының орнын көрсет. Эскимос, эскалатор, экран. Әрпімен таныс бол. Бұл әрпінің баспа түрі. Дыбыстап көреміз. Экскаватор. Дыбысы сөздің басында. Экран. Дыбысы сөздің басында. Екі буын. Төртінші тапсырма. Ермексаздан әрпін жаса. Бесінші тапсырма. Дөңгелек бейнесінен әрпінің пішінін қолыңды үзбей саусағыңмен жүргіз. Білгін келсе шынымен, бір сызықпен тігінен, өні солай бөл және болады оның оң жағы Алтыншы тапсырмамыз. Қай әріптердің пішіні әрпіне ұқсас деп ойлайсың? Ұқсас бөлігін бастырыпсыз. Жұмбақ. Өзі тым күшті, жерді қазып бітті. Ойланамыз, жұмбақтың шешуі не екен? Әрине, экскаватор. Жетінші тапсырма. Дөңгелек пішінді түсті қағаздан әрпінің пішінін қиып жаса. Әрпінен әрпін өзгертіп жаса. Дәптерімізге әрпін бастырып жазамыз. Балалар, тапсырмаларды орындап болды. Ендеше дәптеріміздің астындағы смайликтің аузын салу арқылы өз-өздеріңді бағалаңдар. Назарларыңызға рахмет балалар. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.